Элиф Шафақ махаббаттың 40 қағидасы 9 бөлім. Шөл гүлі. Коня 1246 жылғы ақпан. Бөрі сырғақ келіп Коня қара суықтың ішінде қалды. Жәлепханадан қашқан күнім әлі есімде. 40 жылда бір туатын қақаған аяз тұрды сол күні. Тар бұралаң көшені қар басып жатыр. Шатыр жиегінде салбырап тұрған мұздың бәрі тура қанжардай үшкір өткір. Сұлу көрінгенімен тым қауіпті. Түс әлетінде аяз қаһарына мінгені сондай, әр жерде мұртына мұз қатқан мысықтар аузын ашқан күйі үсіп қалыпты. Бірнеше барақ үй қар астында қалып опырылып түсті деген хабар тарады. Мысықтан басқа Коняның үйсіз қалғандары да нәсіп болғанды көріп жатыр. Көше-көшеден үсіп өлген қанша адам табылды. Шешесінің құрсағында жатқан сәбидей бүрісіп қалыпты. Құдды мына мұздай әлемнен әлдеқайда жылы, әлдеқайда мамыражай өлкеге аттанып бара жатқанын білгендей, бәрінің жүзі кісіні бейжай қалдырмайды. Бәрі де сол өлкеге аттанғанына риза адамдай жымиып жатыр. Түс ауа жәлепханадағылардың бәрі ұйықтап жатқанда ақырын басып бөлмемнен шықтым. Шабадан емес, қолымда кішкентай түйіншегім бар. Ішінде бір-екі киімім. Құрметті келушілерім болған, солар үшін деп киетін әдемі көйлектерім мен әшекейлерімді тастап кеттім. Жәлепхананың заты жәлепханада қалуға тиіс. Баспалдақтың жартысына жеткенде сыртқы есіктің жанында маужырап отырған Манолияны көрдім. Бір тартпаса басы ауыратын апиынын құшырлана шегіп отыр екен. Манолия осы жердегі қыздардың ең үлкені. Көптен бері аяқ-қолым қызып басылмай жүр деген. Түн ортасында төсегінде дөңбекшіп ұйықтай алмай жататынын талай естігенмін. Қартайып жатыр ғой. Жас қыздар әзіл-шыны аралас. Саған қызығамыз. Етеккірің тоқтады, көтеріп қоямын деп қорықпайсың, түсік тастап қиналмайсың. Енді айдың 30 күнде кіммен жатам десең де өзің білесің дейді. Алайда бәріміз іштей жүзікше қартайса жаман болатынын білеміз ғой. Кәрі ауру жүзікше болғанша өле салған жақсы. Ондайлар әрі қарай өмір сүре алмайды. Манолияны көргенде алдымда 2 жол жатқанын ұқтым. Не кері қайтып бөлмеме барамын, қашамын деген ойдан бас тартамын. Не ештеңеге қарамай ана есіктен шығып не боларын көремін. Көңілім екіншісіне ауды. Аманбысың, Манолия, қалың қалай әпке? Жағдайың жақсы ма деп сұрадым. Мені көргенде Манолияның көзі күлімдеп кетті. Алайда қолымдағы түйіншекке көзі түскен бетте өңі бұзылды. Өтірік айтқаннан пайда жоқ. Қыстеке бастық жәлепханадан шыққан былай тұрсын, бөлмеңнен аттап басушы болма деп ескерткен. Мұны Манолия да білетін. Қайда кеттің деп сыбырлады Манолия. Ештеңе деген жоқпын. Таңдау кезегі Манолияда. Не мына жерді басына көтеріп айғайлап жұрттың бәрін оятып жолымды кеседі, не үн-түнсіз өз жөнімен кетуге рұқсат береді. Бөлмеңе бар шөлгілі, деді Манолия. Қыстеке бәрібір бөрібасты соңына салады. 3 жыл бұрын жәлепханадан қашпақ болған байғұс қызға не болғанын ұмытпаған шығарсың. Не көрмеді бейшара. Ары қарай ештеңе деген жоқ. Бізге дейінгі қыздардың басынан өткен сұмдықтарды айтқанды ұнатпаушы едік. Арамыздан кеткендерді сөз еткенде есімін атамаушы едік. Ең құрығанда көрінде тыныш жатсыншы дейміз ғой. Олардың өмірі онсыз да қиын болды. Өлген соң бір байырқасыншы. Қашып құтылдың делік. Сосын қалай күн көрмекшісің? Аштан өлесің ғой, Құдайдың құлы біздейлерге қол ұшын созбас. Манолия алаңдап тұрғанын көзінен байқадым. Алайда бір сәт басыма біртүрлі ой келді. Мынау ұсталып қалады-ау деп емес, ұсталып қалмаса не болады деп уайымдап тұрғандай көрінді. Талайдан бері осында жұмыс істеп келеді. Неше жылын осында өлтірді. Жар ғұмырынан астамы бекер кетті. Дәл қазір қашып кетсем, мына жерден құтылсам, өмірді қайта бастасам, ол ешқашан батылы бармаған нәрсені істеген болар едім. Еркіндігім бұған ауыр тиер еді. Қашып кетті, батылы жетті деп мені көре алмай жазғырар. Өне бойым түршігіп кетті. Сол сәтте Шәмси Тебризидің «Қорықпа» деген даусы санамда жаңғырмағанда кері қайтар едім. Манолия әпке, жібер мені, кетейін дедім. Мұнда өмір бойы қалғанша сыртқа шығып аз да болса адамша өмір сүрейін. Байбарыстан таяқ жеген күннен бері қатты өзгердім. Қайтпас қайсар болып кеткенмін. Не болса о болсын, маған бәрібір. Қалған ғұмырымда қанша атар таңым қалса, бәрін жаратқанға арнаймын. Шәмси Тебризидікі жөн. Иман мен махаббат адамды әдеттегіден де батыл ете түседі деген еді. Екеуі адам жүрегіндегі күдік пен күмәнді жұлып алады. Шәміс не демек болғаны сонда миыма жетті. Бір қызығы Манолияда алған бетімнен қайтпайтынымды байқады. Жүзіме ойлана көз тастады. Сосын ақырын шетке қарай ығысты да жол берді. Сәт сапар шөлгілі деді. Алла жолыңды оңғарып, біздің қолдан келмегенді сен істерсің. Элла, Бостон, 2008 жылғы 19 маусым. Бұған дейін жазғандарың қатты әсер етті. Ары қарай не болғанын білгім келіп барады депсің.
ал мен сені жалықтырып алмасам екен деп уайымдап жүрмін, Элла. Саған жазғандарымды өзге біреумен бөліспек былай тұрсын, өзім ұмытып қалған шығармын деп ойлаған едім. 1975 жылғы жазды Мароккода сопылардың арасында өткіздім. Өмірімде алғаш рет зәуия деген қандай болатынын көрдім. Бөлмем аппақ, шап-шағын, аласа келген қарапайым еді. Ең керек деген заттар ғана бар. Төсек, білте шам, кәріптастан тізген тәспі, терезе алдында бір құмыра гүл, қабырғада Фатима Хазіретінің қолының бейнесі мен тартпасында Румидің өлеңдері жатқан жаңғақ ағашынан жасалған үстел бар. Болды. Телефон, теледидар, қабырға сағат, радио деген атымен жоқ. Қарсы болған жоқпын. Неше жыл жастар бас қосатын қаңырап қалған үйлерді паналаған мен мынадай зәуияда рахат өмір сүремін деп ойладым. Сәмет әкей осы рухани мекеннің басшысы. Керемет адам еді. Сондай биязы, білімді, көзі ашық, ақылды. Мекке Мәдинаға неге барғың келеді деп сұрады. Сонда асығыс-үсігіс жауап бере салған едім. Ислам дүниесі біздер, яғни батыстықтар үшін аузы берік жабық жатқан құты сияқты. Сөйтсе де адам білмеген нәрсесінен қорқады. Таяу шығысты жөнді танымағанымыз сол қорқынышымызды, соқыр сенімімізді арттырмаса кемітпейді. Батыстан шыққан бір фотограф исламның ең киелі деген шаһарына барып, ондағы адамдардың хикаясын тыңдаса, суретке түсірсе, соңыра сол суреттер мен хикаяларды түн дүниедегі адамдармен бөліссе, бұл діндер арасындағы келісім мен диалогтың орнауына қызмет еткен бір қадам болмай ма, дедім. Сәмет әкей жымиды. Мен құдды сұрағына жауап бермеген кісіше әуелгі сұрағын қайта қойды. Бізден көмек сұрап келіп отырсың, алайда әуелі Мекке Мәдинаға неге барғың келеді, соны айтшы, деді тағы. Міне сол кезде шынайы болуым керегін ұқтым. Оған да өзіме де шынымды айтуым керек. Мақсатыма жетсем түсірген суреттерімді тәп-тәуір ақшаға сатамын, атым шартарапқа тарап атақты боламын, дедім. Сәмет әкей ақырын басын изеді де. Түсінемін. Есігімізге дейін келіп көмек сұраған екенсің, қолыңды бос қайтармаспыз. Алайда көтеріп келген менмендігіңді одан әрі асқақтатуға емес, жан дүниеңе сапар шегіп шығар жолыңды табарсың деген ниетпен жәрдем етеміз. Алла сүйген құлдарын шөлде адастырғанды жақсы көреді. Сол арқылы судың қадірін білсе дейді. Құдай қаласа, Қағбаға атақ-даңқ іздеп емес, жаратқанға ғашық болғаннан барар күн нәсіп болар. Ішіңдегі Қағбаға, яғни жүрегіңе жол табарсың, бұйыртса. Не дегісі келгенін түсінген жоқпын. Шын айтқанда мән берген жоқпын. Сопылардың түсініксіз бірдеңелер айтатынын бәсенеден белгілі ғой деп ойладым. Бастысы көмектессе болды, қалғаны маңызды емес. Сәмет әкей Меккеге жеткенше осында қала бер, өз үйіндей көр деді. Тек бір шарт қойды. Есірткіге тыйым салды. Ұрлығы ашылған баладай селк ете қалдым. Әлде сыртта жүргенімде сөмкемді тінтті ме екен? Хазірет ойымды оқып қойған сияқты. Есірткіге әуес екеніңді білу үшін заттарыңды ақтарудың керегі жоқ қой. Көзіңді көріп тұрмыз. Сол жетпей ме? Әуес екенің жанарыңда тұр дегенде не дерімді білмей ұнжырғам түсіп кетті. Бір қызығы сол күнге дейін өзіме шаң жуытпай тәуелді екенімді мойындамаған едім. Есірткі мені емес, мен есірткіні пайдаланып жүрмін деп ойладым. Қоямын десем қойып кетемін, бәрін өзім қадағалап жүрмін деп санадым. Сыздап ауырған жараң болса меніңше бары анық. Оның бетін жауып қою бір басқа, емдеу бір басқа. Нашаның әсері наркоздың әсері сияқты. Қай жерің ауырса да мейлі, ауруың еселеніп алдыңнан қайта шығар, деді Сәмет әкей. Білемін, жөн айтып тұр. Сөз бердім. Өзіммен бірге ала келген химиялық заттың бәрін, тіпті ұйықтататын дәріме дейін әкейге бердім. Алайда көп ұзамай қалшылдап жаным көзіме көрінді. Зәуияда 4 ай тұрдым да, сол аралықта қанша рет сөзімді бұзып жолдан шыққаным есімде жоқ. Шегемін деп бір шешімге келсең, әлемнің қай жерінде екенің маңызды емес. Апиын сені өзі ақ тауып алады. Тіпті іздеудің де қажеті жоқ. Балықшы балықшыны алыстан таниды демекші, апиынға отырғандар да бір-бірін алыстан таниды. Бір күні кешке тағы қашып шықтым. Зәуияға өлесі мас болып оралдым. Есімді білмеймін. Сыртқы есік жабық тұр екен, аулада ұйықтауға тура келді. Ертесі таңертең зәуиядағылар екі бүктетіліп жатқан күйімде көреді. Сәмет әкей сұрақ қойған жоқ, мен де ақталып әуре болмадым. Осы бір татымсыз жағдайларды қоспағанда, жалпы сопылармен арамыз жақсы еді. Зәуиядағы тыныштық жаныма жақты. Бұлай байырқамағалы неше жыл. Амстердамда қаншама бөтен адаммен бір үйде тұрдым ғой, оған да үйреніп кеткен едім. Содан бері тыныштықта өткен жалғыздық дегеннің не екенін енді біліп жатырмын. Бір қарағанда мұнда да адамдар бір-бірімен қатысады. Дәруіштердің бәрі бірге отырып тамақ, шайын ішеді. Жамағат болып намаз оқып зікір етеді, ұйықтайды. Алайда әркім өз-өзімен жалғыз қалып жан дүниесіне үңілуіне аса мән береді. Сопы боламын деген адам ең алдымен қайнаған адам арасында отырып жалғыз қалуды үйренуі керек.
Содан соң санасындағы сапырылысқан ойдың басын біріктіруі керек. Әдепкіде әлемде жалғыз өзім бармын дейсің. Sonra ішімде бір әлем бар дейсің. Ақыр соңында дүние де жоқ, мен де жоқпын дейсің. Марокколық сопылар ешкімге білдірмей Меккеге кіргізеді деп күтіп жүргенде әдепкіде ішім пысқаннан басқа істейтін іс болмағандықтан тасуф пәлсапасын оқи бастадым. Бара-бара ынтам, құмарлығым үдей түсті. Қатты шөл басқанын бір жұтым су ішкенде ұғасың ғой, сол сияқты мен де оқыған аз-маз ақпарымды құмарлана жұта бердім. Алы-жаздай кемірген кітаптарымның арасында қатты әсер еткені Мәснауи. Содан бір күні Сәмет әке сені көргенде біреу есіме түседі деді. Есіне түсіретін кісім Шәмси Тебризи деген кезбе дәруіш екен. Біреулер ол туралы артық әңгіме көп айтады екен, ал Румиге салса Шәмс дегенің айда күнде екен. Тыңдаған сайын кім екен деп білгім келді. Алайда сол бұрынғы қызыққандарымнан әлдеқайда бөлек. Сәмет әке Шәмс туралы айтып отырғанда біртүрлі жаным түршіккенін байқадым. Дежавю сияқты бірдеңе сездім. Қазір мойындағалы отырған нәрсемді осыған дейін ешкімге айтқан емеспін, Элла. Құдай көріп тұр ғой. Сәмет әке Шәмс туралы алғаш айтқанда ақшамда бөлмемде екеумізден басқа тағы біреу бар еді. Көзге көрінбейтін тән, бір қалыпты жарық сәуле. Біреу дем алып отырғанын естідім. Дуалға түскен көлеңкесін көрдім. Кешкі самал есіп өткенде не періштенің жібектей қанатының қағысын сезгендей болдым. Не де болса әйтеуір бөлмеде сиқыр күш бар. Сол сәтте бір нәрсені түсіндім. Басқа қалаға бармасам да болады. Соның керегі жоқ тіпті. Өмір бойы басқа жаққа кеткім келіп тұратын. Әйтеуір тұрып жатқан жерімнен жыраққа кетсем дейтінмін. Сонда мен тұрып жатқан жерімнен емес, өзімнен, уайымнан, ашкөздігімнен, өз-өзіммен соғысудан шаршаған мезі болған екенмін ғой. Міне, өзім қалаған жерді, өз орнымды таптым. Ендігі қалған іс осында қалып жан дүниеме үңілмек. Сөйттім. Зәуиядан кеткен жоқпын, талай жыл өтті, сол жерде әбден пістім. Уақытымның бәрін ғибадатқа, медитацияға арнадым. Сол жерде мұсылман болдым. Әзиз Закария Захара деп азан шақырып атымды қойды. Бір күні Сәмет әке шабаданымды кері беріп былай деді: кететін уақытың келді. Жыл құсындай бұл ұядан ұшасың. Жан дүниеңнің түкпір-түкпіріне сапар шектің ғой, нәпсіңнен асып түстің. Енді бар, дүниені кез. Сендей адамдар қылуетке қамалып өмір сүре алмайды. Жұртқа айтар әңгімең жетеді. Сөйтіп крейг болып кіріп Захара болып шықтым. Өмірімнің сол бір жаңа жиһанкездікке бой бұрған белесін сопыс өзінің П әрпін таныған кезім деймін. Зор ілтипатпен, Әзиз. Шәмс, Кония, 1246 жылғы ақпан. Бір сәт қолынан тәспісі түспейді. Ойға шомып кеткен ғой. Қабағын түйіп алыпты. Қимасы Мәулана терезе алдында жалғыз отыр. Күн ұясына қонған намаз уақыты кірді. Бұл періштелер жерге түсіп адамдардың арасында жүретін уақыт. Қиял мен ақиқат арасындағы бар шекара жойылады. Орнымнан қозғалған жоқпын. Ғұламаны сырттай бақылап тұрған мен өзге әлемге еніп кеттім. Мәулананың бірнеше жылдан кейін не күйде болатынын көрдім. Қазіргідей емес, қартайған, тұғырдан тайған, мұңға батқан, алайда әлдеқайда айбынды, дәл осы салмақты қалпын сақтап тура сол жерде сап-сары нұр ішінде отыр екен. Қою жасыл шапанын желпегей жамылып алыпты. Жан-жағындағыларға мейірлене қарайды, алайда жүрегін сыздатқан бір қайғысы бар. Өмірі мені жоқтаумен өтіп жатыр екен. Сол сәтте екі нәрсені байқадым. Әуелі аңғарғаным, Мәулана осы үйде қартайып, өмірінің соңғы сәттерін осы шаһарда өткізеді. Екіншісі, мен кеткен соң мені жоқтап, жарасы ушыға түседі. Тамағыма өксік тығылып, көзіме жас келді. Оның даусын естігенде барып ана әлемнен оралдым. Шәмс, аманбысың? Босағада тұрып қалдың ғой, бері келсеңші, өңің бозарып кетіпті, деді Мәулана. Қинала күлімсіредім де қойдым. Айтпақ болған сөзім зілдей диірмен тасындай тым ауыр еді. Ештеңе дей алмадым. Ауыр тасты иығыма артып алдым. Даусым қарлығып ақырын шықты. Жағдайым соншалық жақсы емес, қатты сусап жүрмін. Бәрібір бұл үйде шөлімді басар ештеңе жоқ. Ендеше мен барып Кераға айтайын, ішкің жегің келген нәрсең болса айт, істеп береді ғой, деді. Жоқ, ішсем жесем деген нәрсем жоқ. Керегімді ас үйден таппаспын, шарапханадан табамын. Бүгін кешке әбден ішіп мас болсам деймін. Румидің түрі өзгеріп кетті. Қайтерін білмей сасып қалды. Көзеңді ас үйден емес, шарапханадан толтырсаңшы, дедім. Қалай сонда, саған шарап әперейін бе? Деп естігеніне сене алмаған ұлы ғұлама сұрағын екі қайтара қойды. Дәл солай, тек маған емес, екеумізге де шарап әкетсең жақсы болар еді. 2 шиша жетеді, біреуі маған, екіншісі саған. Алайда бір бұйымтайым бар.
Шарапханаға барған соң шишаларды алып жалма-жан үйге қарай құстай ұшпа. Шамалы сол жерде кідір, адамдармен сөйле, сені осында күтемін, асықпасаң да болады. Мәулена бір жағынан атарға оғы болмай, бір жағынан мына халімді аяп тұр. Сол сәтте Бағдатта маған жолдас болсам деген жирен шашты шәкірт есіме түсті. Өзге жұрт мен жайлы не ойлайды дегеннен аса алмағандықтан сопылық дариясына сүңгімеген еді. Сол сияқты Румиде абыройым не болады деп қайғырып бұл жолда ілгерілей қоя ма екен? Алайда Мәулена біраз іркіліп барып орнынан түрегелді. Мақұл, дегенің болсын дегендей басын изеді. Осы жасыма дейін шарапхананы табалдырығын аттап, бір тамшы шарап дәмін татып көрмеппін. Шарап ішкенді құп көрмеймін, әйткенмен саған кәміл сенемін. Менен мұндайды бекер талап етпесің анық. Сөзсіз көзімді жеткізгім келген бір ақиқат бар ғой. Сен үшін досым, бар деген жеріңе барамын. Нәпсіме ауыр келсе де, аяғым тартпаса да, абыройыма дақ түсірсе де, қарамаймын. Сен үшін сол шарапты осы жерге әкелемін, деді. Осылай деді де қоштасып шығып кетті. Бөлмеден шығар-шықпас тізерлей отыра қалдым да сәжде еттім. Руми қалдырған тәспіні алып Раббыма қайта-қайта шүкірімді айттым. Осындай керемет дос бергені үшін дұға қылдым. Мәулена дегенің асау өзен ғой. Адамзаттың бәрін мына ғаламды құшағына сыйдырған, жүрегінде тозаңның салмағандай кібірі жоқ. Әлемді танысам, білсем деген құштарлығы басым, бір орында тұрмайтын сарылдап аққан мөп-мөлдір өзен ғой. Маған жүктелген міндет сол өзен жағасындағы ұлы қорғанды қиратпақ. Бары сол. Соңғы демі қалғанша илахи махаббатқа мас болып өтсе екен деген жалғыз тілегім бар. 4-ші бөлім. От. Мына өмірдегінің бәрін жағып, жойып жіберетін, жайратып салатын нәрселер. Маскүнем Сүлеймен, Коня, 1246 жылғы ақпан. Бұл ащы суды ішіп-ішіп біраз жерге бардым ғой. Әбден мас болып, түнде бастығырылып, түсіме неше түрлі бәле жын-шайтан кірді деп жұрттың бәріне айта беретінмін. Алайда шарапханаға Мәуленадай мырза кіріп келгені мына менің миыма сыймай-ақ қойды. Аузым аңырап отырған жерімнен тапжылған жоқпын. Түс көріп отырмын ба деп қолымды шымшыдым. Көзімді уқаладым. Сонда да есік аузында тұрған адам көзден ғайып болған жоқ. «Әй Христос, мұнша мас болатындай не бердің маған?» деп айғайладым. «Әттең, мына соңғы шишаны ішпегенімде ғой, басым әкетіп барады. Анау есік аузында тұрған адамды кімге ұқсатқанымды тауып көр». «Иә, Мәулена деп қалдым ғой әлгіні. Қара, мына сұмғай әлгі Мәуленадан айнымайды ғой, ә?» «Түш, жапсай аузыңды ақымақ», деп арт жақтан біреу айғайлады. Кім маған сонша айғайлаған деп артыма бұрылып қарағаным сол еді. Не көрді дейсің? Шарапханадағылардың бәрі жым болып, аузы ашылып, есіктен көз алмай қалыпты. Біздің Христосты. Шарапхананың кіреберісінде жататын Сақи деген ит бар еді. Тіпті соның өзі бір тосын нәрсе болғанын сезгенде құлағы салбырап таңырқай қарап қалыпты. Өлесі ішкені сондай, аяғын әрен басып жүрген парсы кілем сататын көпес барқылдаған даусымен өлең айтып отырған ән де кенет үзілді. Татып алмаған адамдай көрінуге тырысатын барлық ішкіштер сияқты бұл да қабағын түйіп, иегін көтеріп өзінше болып отыр. Байғұсым аяғын нық басқысы-ақ келеді, бірақ бәрібір теңселіп әрең тұр. Үнсіздікті Христос бұзды. Әр сөзі мөлдіреп, әр әрпінен тырс-тырс етіп ізет тамып үзілейін деп тұр ғой шіркін. Маңдайы жерге тигенше иілді. «Аса қадірлі Мәулена, шарапханамызға қош келдіңіз. Келгеніңізге қуанып тұрмыз», деді. «Сізді мұнда көргенім бір бақыт, зор абырой. Бұйырыңыз, нендей көмегім керек?» Көзімді жыпылықтатып есік жаққа ұзақ қарадым. Ақыры миыма жетті. Қарсымда тұрған адам шынымен Румидің өзі екен ғой. «Әуре болма», деді Мәулена күлімсіреп. Содан соң жөткірінді, бір қызарып, бір бозарып, «Аз-маз шарап ала кетейін деп бас сұққан едім», деді. Мұны естіген бишара Христос аузы кере қарыс ашылды да қалды. Жалғыз ол емес, сол жерде отырғандар түгел есеңгіреп қалдық. Бәрі Коняның мәшһүр діндары шарапханаға өз аяғымен кіріп, өз аузымен шарап сұрап тұрса, ақыр заман таяған шығар деп ойлағаны анық. «О, байғұс адамды төрге шығарсаншы, босағада тұрып қалды ғой, ұят емес пе?» дедім. Сонда барып Христос есін жиып Румиді отырғызатын бос жер іздеді. Жанымда тұрған үстелде таңдамасы бар ма? Алдымен Руми отырғандардың бәріне құрмет көрсетіп амандасты. Содан соң нұсқаған жаққа өтті. Маскүнемдердің бірі қалмай құрметіне құрмет көрсетіп маңдайымыз жерге тигенше иілдік. Екі көзіміз Румиде. Салмақты, өзіне сенімді, паң, айбынды, берен матадан тіккен әдемі шапан киген Мәуленадай тақуа мына жерге жараспай тұрғандай. Шыдай алмадым, жанына барып отырдым.
рұқсат етсеңіз, әрі дөрекілік көрмесеңіз, бірдеңе сұрайын деп едім, дедім сыпырлап. Әлбетте, деді Мәулена. Ғафу өтінемін, алайда сіздей ұлы адамның мұндай жерде не шаруасы бар? Руми жылы жымиды да көзін қысты. Сұрама, Аллаға ғашықтардың сынынан өтіп жатқан шығармын деп ойлаймын, деді. Тебриздік Шәмс абыройым мен беделімді жермен жексен еткісі келіп осында жұмсады. Бұл не сонда? Абыройдан жұрдай қалған жақсы ма екен? Дедім тұтығып. Мәулена күлді. Ол енді қай тұстан қарағанына байланысты. Аллаға деген махаббаттан басқасын бір-ақ сәтте жоқ қылып, өзімізді елден ерек маңызды санау дертінен арылмақ керек. Онымыз болдым, толдым, бәріне өзім жеттім деген ойға итермелесе, тіпті солай ойлап та жүрміз. Ендеше отбасымызға, атақ-даңқымызға, мал-мүлкімізге, тіпті үй жағымыздағы мешіт не медресеге тәуелді болғанда да қоюымыз керек. Сөзінің асыл мағынасын түсінбесем де, айықпаған басым айтқанның бәрін жөн деп орынды көріп отыр. Оның үстіне баяғыдан сопылар өз алдына бөлек пәлсапасы бар, пейілі кең, аз-маз делқұлығы да жоқ емес деп ойлайтынмын. Енді сол ойым беки түсті. Сұрақ кезегі Румиге келді. Ол да мен сияқты ақырын сөйлеп, рұқсат етсеңіз, әрі дөрекілік көрмесеңіз, мен де сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Бетіңіздегі не жара, не болған? Ауыз толтырып айтатындай емес, дедім. Түн ортасында үйге қайтып бара жатқам. Алдымнан екі қарауыл шықты. Біреуінің қамшысы бар екен. Әкесінің құны кеткендей өлімші етіп сабады. Атын өле-өлгенше ұмытпаймын. Байбарыс. Неге? Деп сұрады Мәулена. Дәл осы кезде Христос Мәуленаның алдына екі шиша шарап әкелді. Мен де ожырая қарап шишаны нұсқап, анау алдыңызда тұрғандардан ішкенім үшін, дедім. Руми ойға батып, көзін тайдырып әкеткенімен артынша дереу жылы жымиды. Шикі ет ауырмаққа, сауығып кет, деді. Сөйтіп әңгімеміз жарасып кетті. Ешкі сүтінен шешеміз қайнатқан ірімшік пен пеште піскен саңырауқұлақты нанның арасына салып, соғып алатын бала кезімізді, махаббатты, иманды, достықты және есінде қалмаған деп ойлап жүрген. Алайда сол сәтте санамда жаңғырып керемет күйге бөлеген сұлулықты сөз еттік. Күн батқан соң Руми орнынан ақырын түрегелді. Шарапханадағылар да атып тұрды. Бәріміз ант бергелі тұрған сарбаздардай қаз-қатар тізіле қалдық. Сөйтіп қоштастық. Айтарға сөзім жоқ. Ол сәтті тек көзбен көру керек еді. Мырзам, Мәулена мырзам, деп ұмтылдым. Кетерден бұрын мына біздерге түсіндірші, осы шарап неге арам, осыны айтпай кетпе. Қабағын қарс түйіп алған Христос жаныма жетіп келді. Өткір сұрағым мейманының кеуіліне келіп қалар ма екен деп қорықты. Қойсаңшы Сүлеймен, мұндай нәрселерді де сұрай ма екен? Несі бар екен, не деп жауап беретіні қызықта, деп Румиге қайта бұрылдым. Мырза, бізді көрдіңіз, соншалық сұмдық адамға ұқсамаймыз, солай емес пе? Мақұл, сүттен ақ судан таза емеспіз, алайда адамның қоры көретіндей сорлымыз ба? Соған лайықпыз ба? Ешкімге соқтықпай жөнімізбен жүріп, шарабымызды ішсек, онда тұрған не бар, несі күнә? Сөзіме құлақ түрген өзге келушілер де жанымызға жиылып айнала тұра қалды. Руми не дер екен? Қою түтінде қорқынышты үнсіздік шарапхананы түгел шарлап кетті. Ақыр аяғында Ділмәріміз былай деді. Махаббаттан нәр алғанның мархабаты мол болар. Ғадауаттан күш алған маскүнемін кекшіл келер. Ішкен кісі кекке тоқ, махаббатқа аш болар. Сондықтан да шарабың мына көпке арам болар. Бәріміз мына сөздің тереңіне бойлап ойға бату керегін білсек керек, әйтеуір ешкім жақ ашқан жоқ. Достарым, шарап таза сусын емес, өйткені ішімізде бұғып жатқан ең жексұрын мінезімізді сыртқа шығарады, деп сөзін жалғады Мәулена. Маған салса ішімдіктен аулақ болған жөн. Сонымен қатар істеген ісімізге шарапты да, шарап сатқанды да айыптай алмаймыз, осыны ұмытпайық. Жан дүниеміздегі тәкаппарлықтан, екіжүзділіктен, кектен, қаталдық пен озбырлықтан арылмақ керек. Сайып келгенде ішкен ішер, ішпеген қояр. Біреу біреуді зорлап ішкізе алмайды, мәжбүрлеп қойдыра алмайды. Оған қақы жоқ. Өйткені дінімізде мәжбүрлеу деген жоқ. Шарапханадағылардың кейбіріне мына сөзі жақса керек, мұқият тыңдап басын шұлғыды. Ал мен кесемді көтердім. Мәулена мырза, сен жүрегің кең, қадірлі, елде жоқыламасың ғой, дедім. Бүгін осында келгеніңді білген жұрт сен жайлы дақпырт сөз таратар. Алайда өзіңдей құрметті ғалым біздейлерге мұрнын шүйіріп қарамай, шеттетпей, сыртымыздан тон пішпей, қайта өзімен тең адамдай көріп сөйлескені ерлік дер едім. Разымыз. Руми маған елжірей қарады. Соңыра осында келгелі қолының ұшын тигізбеген шишаларын алды да сырттан соғып тұрған суық желге бетін тосты. Табалдырықтан аттап бізден алыстай берді. Қараңдаған бейнесін көзбен ұзатып салдық. Аладдин, Коня,
1246 жылғы ақпан. Білмеймін, әйтеуір химияға үйленгім келеді деп әкеме айта алмай жүрмін. 3 апта болды. Бір сәті түспей қойды. Ойша пәлен рет сөйлестім. Сөзім анық шықсын деп талай мәрте жаттықтым. Былай десе былай деп жауап беремін деп әбден дайындалдым. Алда-жалда химия екеуің ағалы қарындассыңдар ғой деп қарсы шықса, ешқандай қан туыстығымыз жоқ екенін есіне саламын. Мейлі, сонда да мұның жарамас десе, бұл неке қайта бәріне оңтайлы болмақ деймін. Химия десе әкемнің шығар жаны бөлек, оны жақсы білемін ғой. Сондықтан екеуміз шаңырақ көтерсек, химия алысқа кетпейді, бәріміз бір үйде тұра береміз деп айтпақ болдым. Ойша бәрін сықайтып қойдым. Ал енді әкеммен оңаша сөйлесер 1 минут уақытта болсайшы. Содан не керек, бүгін түнде әкем екеуміз бір ыңғайсыз кезде жолығып қалдық. Жора жолдастарымен кездесейін деп үйден шығып бара жатқаным сол еді, есік ашылып ішке әкем кірді. Қолындағы шишаларды көргенде сасып қалдым. Әке, қолындағы не? Деп сұрадым. Мыналар ма? Деді әкем жайбарақат. Түк қысылып қымтырылған да жоқ. Шарап қой балам, деді. Не, шарап па? Солай ма? Деп тұрған жерімді басыма көтердім. Ұлы Мәулананың жеткен жері осы ма? Ішкіш шалға айналдым де. Саңқ еткен бір дауыс сөзімді шорт кесті. Аузыңа ие бол, Аладдин, байқап сөйле. Бұрылып қарадым, дауыс иесі Шәміс екен. Кірпік қақпай маған қадала қарап тұр. Әкеңе былай сөйлемегін, шарапханаға барып кел деген мен. Қарай көр, мұныңа еш таңғалған жоқпын. Шәміс ренжіген адамға ұқсамайды. Аладдин, кел, жөндеп сөйлесейік, деді байсалды қалпынан танбай. Тек әуелі ашуыңды баса қой. Айтқанды ұға біл, жүрек сауытыңды жұмсартпасаң, саған айтқан әр сөзім жаныңа батар. Жүрек сауытыңды жұмсарт деген не тағы? Оған бір түрлі қараған болуың керек. Қағидалардың бірі ғой, деді Шәміс. 31-ші қағида. Хаққа жақындаймын дегеннің жүрегі барқыттай жұмсақ болуы керек. Әр адамның жүрегі түрлі жолмен жұмсарады. Біреулер апатқа ұшырайды, біреу ауыр дертке шалдығып өлім аузынан қалады, біреу жақыннан айырылып қан жұтар. Енді бірі тақырға отырып бар жиған тергеннен айырылар. Бәріміз жүрегіміздегі тасты жібітер қиындықтан өтеміз. Алайда біріміз сол қиындықтан даналық көріп түсініп жүрегіміз жұмсарар. Енді біріміз обалы нешік, қатайған үстіне қатая түсеміз. Сенің шатағың қанша, ісіме араласпа, дедім. Сен сияқты ішкіштің бұйрығына бағынар мен бекен, әкем сені құдайдай көрсе өзі білсін, бірақ мен соншалық аңқау емеспін. Сол кезде әкем сөзге араласты. Тәйт, Аладдин, өшір үніңді. Я Аллам, ынсап бер. Бір сәт өкініштен өзегім өртенді, алайда енді бәрі кеш. Осы уақытқа дейін ішіме толып қалған өкпе реніштің бәрін бір сәтте лақ еткіздім. Мені иттің етінен жек көресің, оған шүбәм жоқ, деді Шәміс ақырын сөйлеп. Алайда әкеңді қатты жақсы көретініне бек сенімдімін. Оны қалай ренжіткеніңді көрмеймісің? Алған бетімнен қайтқан жоқпын, тағы қарсы шықтым. Шын айтқанда қайта сен өмірімізді құртқаныңды көрмеймісің? Арам қатып өліп қалмайды екенсің. Сол сәт әкем маған қарай тұра ұмтылды. Ызаланғаннан ернін тістеп алыпты. Оң қолын көтерді. Ұратын шығар деп ойладым. Күттім, ұрған жоқ, ұра алмады. Бетіме де қараған жоқ, тек жерге қараттың-ау, деді. Көзім бұлаулап кетті. Мына түрімді көрмесін деп теріс қарадым. Міне сол сәтте үйдің әйел кісілерге арналған жағында тұрған химияның көзіне көзім түйісті. Сөйтсем, тап арт жақта тұр екен. Қашаннан бері тұр? Қай кезден бері бізді бақылап тұр? Мына ырылымызды басынан аяғына дейін естіді ме екен? Үйленсем деген қызымның алдында туған әкем абыройымды айрандай төккеніне ішім удай ашығаны сондай, біреу өткір қанжар сұғып алғандай болды. Бір сәтте тұра алмадым. Шапанымды, етігімді қолтығыма қыстым да Шәмісті қаға соға есіктен шығып кеттім. Ұзаққа, химиядан, қысылып қымтырылған жерімнен, туған үйімнен, мән мағынасы жоқ тарыстардан, бәрінен ұзақ бір жерге кеттім. Шәміс, Кония, 1246 жылғы ақпан. Білемін, Руми әбден торықты. Аладдин кеткен соң ұзақ уақыт ешкіммен сөйлескен жоқ. Екеуміз бірге қар басқан аулаға шықтық. Сондай суық, мұң торлаған түн еді. Ауаның өзінде еңсеңді басатын ауырлық бар. Дала сілтідей тынып тұр. Күміс моншаққа ұқсайтын бұлттарға көз тастадық. Тыныштықтың түрі біртүрлі үрейіңді алады. Алыстан соққан жел мәсікпен бақтағы кепкен алмалардың иісін жеткізді. Бір сәт екеуміз де мына шаһарды тастап басқа жаққа кетсек пе екен деп ойладық. Кете алмадық. Шарап құйған шишаның біреуін алдым. Жапырақтары баяғыдан түсіп, тікенегі ғана қалған қар астында жатқан раушан бұтасының жанына отырдым. Шишадағы шарапты гүл топырағына құя бастадым. Таң қалған Румидің көзі жайнап кетті. Соңыра жылы жымиды.
Ақырын-ақырын раушан бұтасына жан бітті. Қабығы адам терісі сияқты жұмсарды. Көз алдымда жалғыз раушан бүршіктеніп жалқын түсті гүл ашты. Содан екінші шишаны алдым, тура солай құйдым. Жалқын түсті гүл одан сайын жарқырап лағылдай қызарып шыға келді. Шиша түбінде 1-2 жұтым шарап қалды. Оны кесеге құйып алдым. Жартысын өзім іштім де жартысын Румиге ұзаттым. Дір-дір етіп кесеге қолын созды. Әдеп сақтап ақырын ұстады. Шарап дегенде ешқашан татып алмаған бұл ғалым мен деп, саған да достығымызға да нандым деп кесені қолына алды ғой. Дін шарттарын сақтау маңызды деді. Алайда адам қағиданы мазмұннан, паршаны бүтіннен жоғары қоймауға тиіс. Ішкен адам ішпегенді, ішпейтінді ішкенді кем көрмеу керек. Мына ұсынған кесеңдегіні осы оймен ішемін де, махаббатқа мас болғандар парасатты келетініне шын жүрегіммен сенемін. Руми әне-міне шарапты ішкелі жатқанда қолындағы кесені жұлып алдым да жерге бір-ақ ұрдым. Қырмызы шарап аппақ қарға тамған қандай шашырап кетті. Сен ішпе дедім, осы да жетер, көрерімді көрдім. Бұл сынақты әрі қарай созбақтаудың керегі жоқ еді. Руми қызыққаннан емес, жүрегі елжірей былай деп сұрақ қойды. Бұл шарапты өзіме бермейді екенсің, онда неге күндіз мені шарапханаға жұмсадың? Себебін біліп тұрсың ғой, дедім күлімдеп. Мына біз сопылар өзімізді қинап не жұртқа жақсы көрінейін деп құр ғибадат қылмаймыз. Махаббатымыз бен құштарлығымызды арнап Алланың жібіне жармасамыз. 32-ші қағида. Екі арадағы перде біткеннің бәрін бір-бірлеп түріп тасташы, сонда жаратқанға деген саф махаббатың оянады. Қағидаң болсын, тек қағидаңды өзге жұртты алаламаққа я мінемекке пайдаланба. Әсіресе пұт атаулыдан аулақ бол дос. Өзің дұрыс деп тапқанды пұтқа айналдыра көрме. Иманың кәміл болсын, алайда иманым кәміл екен деп тәкаппарлыққа салынба. Румидің жеке басына деген бағам әмәнда биік, алайда бүгін тәнті болдым. Тап алдында тұрып маңдайым жерге тигенше тәжім етуге бармын. Мына өткінші өмір сән-салтанаты жарасқан бір-бірін қуыршақ көретін әртістер қаптаған сахна. Сол әртістің бәрі ақша мен пұлға, мал мен атаққа, даңққа алданып жүр. Байыған сайын байы түссем дейді. Қалтасы майланған сайын ақшаға кіріптар бола береді. Абыройы артқан сайын Құдайдың орнына таласа бастайды. Зұлымдығы, іштарлығы бойына сыймай тәкаппар көңілі байлықты құбыла көріп, мал-мүліктің құлына айналады. Осының бәрін біліп те білмейді істейді. Пәруайына бірде келсе, бірде келмейді. Бай болсам, сосын Құдай болсам деген мұратына жету жолында бірінің үстінен бірі аттап кете барады. Сол шыңға шығады, сандық-сандық алтынға, атақ-абыройға, мыңдаған табынушыға, білімнің де асылына қолы жетеді. Алайда күндердің күні бәрінен бас тартып, ішіндегі алай-дүлейдің кемеліне жетпеген иманның орнын толтырмақ болып жолға шығады, қасықтап жиғанын шелектеп төгеді. Міне, мұндайды көп ести бермейміз ғой. Мәулананың істегенін істей алатын, шыңның ұшар басына шыға тұра төмен түсе алатын, жеңе тұрып жеңіле алатын, ұстаздық ете тұра шәкірт бола алатын адам саусақпен санарлық қой. Алла менмендікті сүймес, құлдарым кішіпейіл болса екен дейді, деп сөзімді жалғадым. Сондықтан айтқанымыз жөн, ісіміз адал болған күннің өзінде тәкаппарлыққа салынбауымыз керек. Румидің нәшті үні шығып мені қостай жөнелді. Сондай-ақ Алла тағала өзін танығанды құп көреді. Сондықтан ақырын жүріп анық басып, не нәрсенің де орнын біліп үнемі қырағы болған абзал. Сопының көңілі қашанда сергек қой. Жөн, айтқаны жөн. Ауа сондай тап-таза, тәп-тәтті хош иіс бұрқырап тұр. Көңілім алып ұшып барады. Күн суық еді. Аулада екеумізден өзге ешкім жоқ. Ортамызда қатпар-қатпар гүл ашқан раушан бұтағы. Аяз үдегенше иық тірестіріп біраз отырдық. Ұзақ уақыт сөйлескен жоқпыз. Элла Бостон, 2008 жылғы 26 маусым. Бүгін кешкі асты сырттан ішейік пе деп сұрады Давид. Нортхамптонда жаңа тай мейрамханасы ашылыпты. Мықты жер дейді. Балаларды үйде қалдырып оңаша отырсақ қайтеді? Асылында сенбі кешке күйеуімен оңаша қалып мейрамханаға барсақ деген ой Элланың басына кіріп шыққан жоқ. Қалаған да жоқ. Алайда Давид қоймаған соң бармаймын дей алмады. Күміс толғанай дейтін мейрамхана шап-шағын аласа екен. Әйткенмен өте әдемі. Әр үстелде көздің жауын алатын әйнек шамдар, қара сәтеннен майлықтар тұр. 4 қабырғаға да жиегіндегі өрнегі ерекше бірнеше айна іліпті. Көптігі сондай адам құдды өз-өзімен кешкі ас ішіп отырғандай әсер қалдырады. Көп ұзамай Элла мына жерді бөтенсіне бастады. Мейрамхананың аурасы, декорациясы емес әсер еткен күйеуі. Давидтің көзі бүгін өзгеше. Бірдеңені уайымдап жүргендей ойлы, мұңлы, аздап ашулы да сияқты.
Алайда Элла күйеуі тұтығып сөйлегенде шынымен алаңдай бастады. Давид бала кезінде кекеш болған, онысы қатты қобалжығанда қайта шығып кететінін бұл жақсы біледі. Көп өтпей ұлттық киімін киген тай қызы келіп, не қалайсыздар деп сұрады. Давид ащы мидия жеймін деді, ал Элла 40-қа келіп ет жемеймін дегенді шығарды емес пе? Сондықтан кокос соусы қосылған тофуды құп көрді. Бұдан бөлек шарап алдыртты. Бірер минут күнделікті анау-мұнауды сөз етіп отырды. Анаған не болды, мынаған не болды, кім қайда кетті, не істеп жатыр. Соңыра мейрамхананың декорациясын талқылаған болды. Дастарханға қара майлық қойған дұрыс па, ақ қойған дұрыс па? Ұлттық өрнегі бар майлық қойғанда қалай болар еді? Не қазіргі шығып жатқан соңғы үлгісі жарасар ма еді? Сосын үнсіз қалды. 20 жыл отасқандар сонша таңды бірге атырды, талай саяхаттады, армандарын іске асырды. Ұрысты, керісті, жанжалдасты, сүйісіп төсекте айқасты, 3 бала сүйді. Міне, соңында жеткен жері мүлгіген тыныштық. Элла солай түсінді. Көзіне жас келді. Қайта әңгімеге кірісті. Бұл жолы сөзді Давид бастады. Мәснауиді оқып жүр екенсің ғой, деді. Элла аң-таң басын изеді. Алайда не нәрсеге таңырқағанын өзі де білген жоқ. Давид Руми туралы білетініне таңғалды ма, әлде әйелі не оқып жүргеніне қызыққанына таңғалды ма? Баспа берген роман бар ғой, махаббат шариғаты дегенше, сол туралы пікір жазуға пайдалы болар деп Румидің бірнеше кітабын сатып алған едім. Оқыған сайын ұнап жатыр. Қазір жатар алдында күнде бірнеше бетін оқып жүрмін, деп түсіндірді Элла. Давид дастархан бетінде жатқан нан қиқымынан көз алмай: «Иә, сол роман», деді көзі ойнақшып. «Қалай, ұнады ма енді?» «Иә», деді Элла қобалжығанын жасыруға тырысып. «Қатты ұнады». Міне осы кезде Давид бұған көз тікті, айыптай қараған күйі. «Ойын ойнайтын жастан кеттік, Элла, екеуміз де бала емеспіз», деді. «Не істеп не қойып жүргеніңді жақсы білемін, 5 саусағымдай білемін». «Нені меңдеп тұрсың?» деп сұрады Элла. Алайда күйеуінің жауабын естігісі келіп тұрғаны шамалы, іші қылп ете қалды. «Менен жасырған жүрісіңді меңзеп тұрмын», деді Давид жұлып алғандай. «Махаббат хикаяңды айтып тұрмын. Ол адамды білемін. Бір-біріне үнемі хат жазып жүргендеріңді де, көзіме шөп салып жүргеніңді де білемін». Абдырап қалған Элла тілін жұтып қойды. Балауыз жарығы Давидтің бетіне түсіп тұр. Түрі сондай суық, бір шешімге бекінгені айдан анық. «Көзіңе шөп салып жүрмегенмін», деді Элла күйеуінің сөзін қайталап. Даусы қатты шығып кеткені сондай. Көрші үстелде отырған аққұба жұп не болды дегендей басын бұрып екеуіне қарады. Жан-жағындағылар бұларға қарап отырғанын сезген Элланың беті ду ете қалды. Даусын бәсеңдетіп: «Нені меңзеп тұрсың?» деп қайта сұрады. «Ақымақ емеспін, Элла, онсыз да өзім бір шикілік барын сезіп жүргенмін», деді Давид. «Кеше түнде ұйықтап жатқаныңда поштыңды ашып қарадым. Әлгі адаммен жазысқан хаттарыңды түгел оқыдым». «Не істедім дейсің?» «Не істедің деймін саған», деп отырған жерінде жарылды Элла. Жан-жағындағы жұрт біз жайлы не ойлайды дегенге басын ауыртқан жоқ. Ал Давид мұның сұрағын елеген де жоқ. Жауап орнына әр сөзін нығырлап әңгімесін жалғады. «Сен кінәлісің демеймін, кінә менде. Саған немқұрайлы қарадым. Сен де мен бермеген ілтипатты, махаббатты сырттан іздедің. Қақың бар». Элла басын салбыратып бокалынан көз алмай отыр. Шараптың түсі көздің жауын алады екен. Құдды жалтыр қара жақұт сияқты. Бір сәт шарап бетіне жарқ-жұрқ еткен маздақ шыққандай көрінді. Онысы оттан ұшқан ұшқынға ұқсайды екен. Шынымен осы жерде өзге әлемге аттанар жол бар шығар. Сол жолды тауып мына жерден безіп кетсем ғой деп тіледі. Давид те үнсіз. Екеуінің арасында көзге көрінбейтін дуал тұр. Су да ішкен жоқ. Сол отырған күйі үндемей біраз отырды. «Сені кешіремін, Элла», деді ақыры Давид. «Әрине сен де мені кешіргеніңді талап етемін. Бәрін өткен күнге еншісінде қалдырып, өміріміздің тап-таза парағын қайта ашайық. Болғанның бәрі артта қалсын». Сол сәтте Элла талай нәрсе айтқысы келді, тек тілін тістеп қалды. Күйеуін тура жерден алып жерге салып, неше жылдан бері қаншама әйелмен жүріп көзіне шөп салғанын, әзиз екеуінің хат жазысқаны, Давидтің опасыздығының жанында түкке тұрмайтынын бақырып-шақырып айтарын айтып бір босап қалғысы келді. Алайда қалағанының еш қайсысын да істеген жоқ. Ойына келген ең қарапайымын таңдады. «Сенің махаббат жырларыңды қайтеміз? Оларды да өткеннің моласына көмемісің?» деді. Тап сол кезде қолында тамағы бар өтірік жымиған даяшы қыз келді. Элла да Давид те арқасын орындыққа сүйеп отырды да даяшының әр қимылын қалт жібермей бақылады. Қыз кетіп екеуі қалды. Ерлі-зайыптының арасын тамақтың бұрқыраған буы бөліп тұр. Давид әйеліне жеп жіберердей қадала қарады. «Мәселе қайда жатыр де? Менен кек алғың келген екен ғой, солай ма жаным?» «Жоқ», деді Элла ақырын.
кек алсам деген еш ойым жоқ, өмірі болған емес. Онда не енді? Элла қобалжығандай саусақтарын айқастырып терең дем алды. Құдды мейрамханадағы жаны бардың бәрі даяшыдан бастап аспазға дейін, қапталдағы үстелде отырғандардан бастап аквариумдағы балыққа дейін тырп етпей Элла не дер екен деп құлақ түріп тұрғандай көрінді. Ғашықтық, деді ақыр аяғында. Әзизге ғашық болдым. Адамды танымайсың да ғой, деп дау айтты Давид. Ол туралы білетінің бір тоғыз, білмейтінің 99. Әлгі есалаң жүрген бір жынды шығар. Оны тану үшін көп нәрсе білуім шарт емес. Бастысы жан дүниесін білемін. Элла қазір күйеуім күлетін шығар деп ойлады. Мысқылдап, келеке қылатын бірер сөз айтып, мазақ етіп, жүрегін ауыртып, қарқылдап күлетін болар деді. Алайда мұның ешқайсысы да болған жоқ. Қарсылық былай тұрсын, Давид ләм-мим деген жоқ. Ақыры басын көтерді. Көтергені сол еді, күйеуінің жүзіндегі мұңды көрді. Элла Рубинштейн жолдасының жанары кек, реніш, тіпті құмарлық дегенде қалай өзгеретінін жақсы біледі. Ал махаббатқа келгенде мүлде басқа болып кететінін сол мезетте түсінді. Давид әйелінен, яғни талай жыл махаббатты жоққа шығарып күле қарап шеттеткен әйелінен күткен ең соңғы сөзі осы махаббат еді-ау. Алайда біздің 3 баламыз бар ғой, деді Давид даусы дірілдеп. Иә, бар, мен үшеуін де жақсы көремін, деді Элла. Иығы салбырап, маңдайындағы ақшыл көк тамыры көрінді. Тек мен Әзизге ғашық болдым. Жетер болды, енді айтушы болма мына сөзіңді, деді Давид кенет едірейе қарап. Бокалындағы шарапты тауысып, саусақтарымен үстел бетіне шеңбер сыза бастады. Сосын қайта байыз табуға тырысты. Элла, қатемді біліп тұрмын, әдейі ренжітейін деген ойым болған жоқ. Алайда мынаны білсең екен деймін. Сені сүймеймін деген ой ешқашан басыма кіріп шыққан емес. Бұдан соң саған тек адал боламын, сөзім сөз. Өзгеден махаббат іздеп табамын десең қателесесің. Ешкім сені дәл мендей сүйе алмайды, түсінбеймісің? Біреуден бірдеңе іздеп жүрген мен жоқ, деді Элла, алайда бұл сөзді күйеуінен гөрі өзіне айтқан сияқты. Не деп жатқанын ойлаған жоқ. Соңы неге апарып соғарын білмесе де. Руми махаббат дегенің сырттан іздер нәрсе емес дейді, ішіңнен табасың дейді ғой. Бізге артылған міндет бар болғаны махаббаттан алыстатқан ішіміздегі бөгетті тауып, ығыстырып шығару ғана, деді. Тағы бастамашы, деді Давид. Есіңді жи. Бұл сен емессің, өз-өзіңді алдап жүрсің. Баланың ойыны мынауың. Қолыңда өлең кітап, басың толған қиял. Жетер енді, сен деген мұндай романтик біреу емессің ғой. Элла бір сәт қабағын түйіп күйеуіне қарады. Мына сөзді бұрындары бір жерден естіген сияқты. Бірнеше ай бұрын ас үйде үлкен қызын романтиксің деп жазғырған еді. Сол өзіне қайтып келді. Айтылған сөз айналып есін тапты. Орындығын ары итеріп, майлығын бір шетке қойды. Үйге қайтса қайтеді, деді ақырын ғана. Тәбетім жоқ. Үйге қайтып бара жатып екеуі мүлдем сөйлескен жоқ. Сол түні бөлек жатты, бір-біріне жолаған жоқ. Таң ата салысымен Элла әуелі ішіндегісін ақтарып Әзизге ұзақ хат жазды. Жағдай ушығып кетті, тосын нәрселер болып жатыр. Мұны Әзиз де білуге тиіс. Дінкеш, Кония, 1246 жылғы ақпан. Бұндай күпірлікті кім көрген, не болған естідіңіз бе, Ясин шайхы? Бұл сұрақты қойған шәкірттерінің бірінің әкесі себет тоқып сататын Әбділда өзі тым толқып кетіпті. Кеше жұрт Румиді Жайттар махалласындағы шарапханадан көріпті, дегенді де үстеді. Қалай естімейін, естідім ғой, дедім. Алайда бұған соншалық таңғалған жоқпын. Алған қатыны христиан, ең жақын досы, белғатшының нақ өзі болса, ондай адамнан басқа не күттіңіз, басқа не болатын еді? Әбділда басын изеді. Жөн, мырзам, сіздікі жөн. Осылай болары бәсенеден белгілі еді ғой. Көзіміз көр болды, әттең ертерек білгенімізде ғой. Олай-бұлай өтіп жатқандар кідіріп әңгімемізге құлақ түрді. Жұрттың бәрін үрей билеген қапа болып жүр. Біреуі Румиді бас мешітке кіргізбейік, енді ол жерде уағыз айтпасын деген ұсыныс тастады. Енді бірі жұрт алдына шығып тәубе етсін. Ендігіден ары арамға қолымның ұшын да тигізбеймін деп уәде берсін. Өйтпейді екен кешпейміз, деді. Мұның бәрі бекер сөз. Шәмісті де Румиді де тез арада шаһарымыздан қуу керек, дедім. Мені тыңдамасаңдар, бір отырып қалай істеу керегін ақылдасыңдар. Бәрі қолдап басын изеді. Әңгіме ұзап кетерін байқап, медреседегі сабағыма кешігіп қалатын болдым деп жөніме кеттім. Өзім баяғыдан осы Румидің бір шикілігі бар-ау деп күмәнданып жүретін едім. Күндердің күні сонысы су бетіне шығар дейтінмін, алайда менің өзім дәл мұндай болады деп ойлаған жоқпын. Жын ойнақ жайлаған шарапханада бөтелке құшақтап отырады деп кім ойлаған? Ішкі-ішінеме. Румидің осы күйге түскеніне Шәміс себепші дейді. Сол болмағанда Руми баяғы Руми болар еді дейді жұрт. Ал мен олай ойламаймын.
Шәміс өзі сөкет ауру адам ғой, оған шәк жоқ. Румиге күйесі жұқпай қоймайды, сөз жоқ. Алайда асыл мәселе мынада. Неге Шәмістің күші басқа ғалымдарды адастыруға жетпейді? Мысалы, неге маған Шәмістің тісі батпайды? Пайғамбарымыз адам досының дінінде болады. Олай болса, әркім өзінің кіммен дос екеніне көңіл аударсын деп бекер айтпаған. Ендеше неге Мәулана көңіл аудармайды екен? Демек, өзі баяғыдан күпірге қайымда. Ағама жеңгем сай, апама жездем сай. Асылында Шәміс пен Мәулана бар ғой, жұрт ойлағаннан да қатты ұқсайды. Шәміс ғұламалар дегенің қара сияның соңында кетеді, ал сопылар махаббат салған сара жолмен жүреді депті. Сөзінің сиқына қарасайшы, Шәміске салса ғұламан құр сөйлей береді, бітірер ісіміз тек ереже шығарып соны жазу ғана екен, ал сопың өмір сүреді екен. Өмірі тура бұрқырап қайнап жатыр екен, мақұл, солай-ақ болсын. Ал Руминия ғалым емес пе, әлде енді бізден емес пе екен? Сол Шәміс деген тексіз сұмқай, медресемнің табалдырығын аттап басын шолыстан ит терісін басына қаптап жіберейін тура. Қарсыма шығып алып аузына келген оттауына жол бермес едім. Ал Мәулана неге сөйтпейді? Неге Шәмістің әр айтқанын мүлтіксіз орындап отыр десе отырады, тұр десе тұрады? Өйткені ол да сау сиырдың боғы емес. Шыққан топырағы бір, онысы жұртқа аян. Ол ма? Адамның қатыны христиан ғой. Онысы кейінірек асыл дініміз исламға, түп дінімізге оралыптымыз. Сонда не болыпты? Христиандық оның қанына тарап сүйегіне сіңіп кеткен, онысы әлгі қатын тапқан баласына да беріледі. Бір жаманы мына шаһардың жұрты христиан дінінің нендей қауіп-қатері барын жете білмейді. Қоян қолтық өмір сүріп жатырмыз, не жаманшылық көріп отырсың дейді. Сондай баладай аңқауларға менің де жауабым әзір ғой. Суға зәйтүн майын тамызшы, араласып кете ме? Бір тамшы су мен май біте қайнасып кеткенін көрдің бе өзі? Мұсылмандар мен христиандар да бір бүтін бола алмайды. Қоян қолтық өмір сүрсе сүрсін, алайда ешқашан бір қазанға басы сыймайды деймін. Мәулана үнемі мұсылман еместердің қолтығынан сүйеп, азшылыққа жұмсақ қарады. Әулие Харитін монастырына жиі барып дұға ететінін білмейтін жан жоқ. Ол жақта мұсылман не істеп жүр десейші, монастырдың бас бопымен аралас-құраластығы жақсы, демек кәпірлермен де, мұсылмандығына күмән бар дәруіштермен де дос бола береді деген сөз. Осының өзі Румиге күмәндана қарауыма жетеді. Алайда анау заты белгісіз Шәмси Тебризи деген итті босағасынан аттатқалы бері бұл хақ жолынан бір жола адасты. Шәкірттеріме Құдайдың құттығын, әй балалар, шайтаннан сақ болыңдар, ібіліс сені кез келген сәтте азғыруы мүмкін деп ескертуден еш жалыққан емеспін. Шәміс шамнан шыққан шайтан, Румиді шарапханаға жұмсаған соның өзі екені даусыз. Байғұсты қалай көндіргені бір Аллаға аян. Адалынан жүріп тұратын адамды тура жолынан тайдыру сол шайтанның басты мұраты емес пе? Шәміс барып тұрған бейнамаз біреу екенін әу баста-ақ білгенмін. Пайғамбарымыз бен әлгі шіріген сопы Бестамиді салыстырғаны ақымақтығының шыңы емес пе? Бестами кім сонша? Өзімді пәктеймін де мақтаймын, менің даңқым зор дейтін. Ол ма? Тағы да ұялмастан, нәпсімді соғар темірші өзім деген жоқ па? Сол адам Қағбаға тәу ете бардым, бір қарасам Қағба маған тәу етіп жатыр екен дегенге дейін барды. Не сөз енді бұл? Аузы қалай барады десеңші, күпір емей не енді? Тебризік Шәміс құрмет тұтып басына көтерген адам осындай ынсапсыз біреу, өйткені өзі де сол Бестами сияқты 200-ді ғой. Шүкір, әйтеуір шаһар жұрты ақиқатқа көз жеткізе бастады. Ақыр соңында көрді. Шәмісті иттің етінен жек көретіндер күн санап артып жатыр. Әрі ол туралы не айтып жүргенін бір тыңдасаң. Енді бар ғой, анау жұрт аузындағы өсек аяңды естігенде өзім теріме сыймай кетемін. Хамамда, орталықта, егістік басында, бау-бақшада екі адамның басы қосылса бітті, Шәмісті жерден алып жерге салады. Осылардың бәрін ойлап біраз айналып қалдым. Әдеттегідей медресеге кеш жеттім. Асығып-аптығып сыныпқа кірдім, алайда табалдырығын аттаған бетте біртүрлі бірдеңе барын сездім. Шәкірттерім тіз қатар тізіліп жердегі бөстекте малдас құрып отыр. Бәрінің жүзі жуған шүберектей боп-боз, аузына маржан салып алған ба ешқайсысы жұмған аузын ашпайды. Себебін дереу түсіндім. Терезе ашық, арқасын қабырғаға беріп қақиып біреу тұр. Тақырбас бетінде бір қыл жоқ, қассыз, сақалсыз, мысқылдай күліп тұрған қарсындағы адам Шәмси Тебризидің нақ өзі. Бөлменің арғы басында тұрып, «Ассаламағалейкум, Ясин шайхы», деді. «Өзіміз де сені күтіп отыр едік, кеш келдің ғой». Сәлем алайын ба жоқ па деп бір сәт іркіліп қалдым. Ақыры алған жоқпын. Оның орнына шәкірттеріме қарап, «Мына кесапат арқалаған сұмқай мұнда не істеп жүр? Неге кіргізесіңдер?» деп ұрыстым. Шәкірттерінің ешқайсы үн қатқан жоқ. Бәрі абдырап сасып қалған. Үнсіздікті Шәмістің өзі бұзды. Үні өктем, өзі айбынды, көзін көзімнен айырмай. «Шәкірттеріңді сөкпе, Ясин шайха.
келсең өзім келдім. Таңертең осы маңда жүргенмін, содан мына медресеге соғып кетейінші дедім. Соғып осы шаһардағы мені иттің етінен жек көретін адамды көре кетейін дедім. Сыртымнан айтып жүргендерін бетіме айта алар ма екен, көрейін. Шәкірт Құсамеддин, Кония, 1246 жылғы ақпан. Бір-бірімізге қарадық, бәріміз аң-таңбыз. Тегінде сыныпта тойған қоздай моп-момақан болып ұстазымызды күтіп отырғанбыз. Шәмси Тебризи кіріп келгенде абдырап қалдық. Ол туралы неше түрлі сұмдық сөздерді естігенбіз, әрине, көбін ұстазымыздан естідік қой, сондықтан қарсы алдымызда тірідей көргенде мысық көрген тышқандай қайтерімізді білмей үрпидік те қалдық. Ал Шәмс бізді қыстаған жоқ, жылы сөйледі. Әрқайсымызбен жеке-жеке амандасқан соң, Ясин шайхымен аз-кем әңгімеміз бар еді деді. Бір ши шығармаса екен деп ойымдадым. Әлгі Ясин шайхы дәріске бөтен адам кіргенін жақтырмайды дедім. Қазір емес, кейінірек келіп сөйлескеніңіз жөн болар еді. Рахмет өренім, айтып жатқаныңа алғыс, деді Шәмс. Алайда кейде кей мәселелерді шешу үшін ши шыққаны да жөн. Ойымды оқып қойды ма? Шәмс адамдардың ойын оқи алады дегенді естігенмін. Ойымдамаңдар, ұстаздарыңмен әңгімем көп ұзамайды, деді тағы. Қасымда Аршат отырған, ол құлағыма аузын тақап пыш-пыш етіп сыбырлады. Бетсізге қарашы, сыныбымызға баса көктеп кіріп келді. Сұмқай ғой, шынымен шамнан шыққан шайтан. Басымды изедім, бірақ шын айтсам, Шәмстің бойынан шайтанға ұқсар ештеңе таппадым. Қайта өте адал, турашыл, батыл адам болып көрінді маған. Өз ойымды өзіме қалдырдым, Аршатқа айтқан жоқпын. Бірер минуттан соң Ясин шайха келді. Ойға шомып кеткен сияқты қабағын түйіп алыпты. Табалдырықты аттаған бойда шақырылмаған қонақты көріп таңырқап тұрып қалды. Мына кесапат арқалаған сұмқай мұнда не істеп жүр, неге кіргізесіңдер деп бізге ұрысты. Сыныптағылар бір-бірімізге қарадық. Біреу бірдеңе деймін дегенше Шәмс сөйледі. Еш тосылған жоқ. Жолай кетіп бара жатып медресеге кірдім. Ұшы-қиыры жоқ Конияда мені иттің етінен жек көретін адамды өз көзіммен көре кетейін деп келдім, деді. Шәкірттердің біразы бір орында отыра алмай қайта-қайта жөткірінді. Аршатқа қарадым, оның да мазасы жоқ. Екі ересек адамның арасындағы шиеленіс тым ушығып кеткені сондай, отырған жеріміздің ауасы тарылып кетті. Мұнда неге келгеніңде шаруам жоқ, сенімен бет жыртысып тұрар уақытым да жоқ, маңызды ісім басымнан асады, деді Ясин шайхы. Қане, шық сыныптан, дәрісімізді бастайық, жоғал қане. Байқаймын, менімен жүзбе-жүз сөйлескің келмейтін сияқты, алайда сыртымнан әңгіме айтуға келгенде уақытың дария, ешкім кедергі бола алмайды екен, деді Шәмс. Мені Румиді сопылық жолына түскендерді үнемі жазғырып қаралайсың. Басың бізді ойлаудан бір босамайды екен, міне алдыңа келдім, маған қояр сұрағың жоқ па? Ясин шайхы бетін тыржитты, іркіліп біраз тұрды да, сенен сұрар ештеңем жоқ, онсыз да білу керектің бәрін білемін, деді. Шәмс бізге қарап даусын көтере сөйледі. Адам онсыз да білу керектің бәрін білемін десе, оған ұстаз деп емес, надаңның нағызы деп қарау керек. Надандар ғана бәрін білемін деп ойлайды. Ясин шайхының ашуы алқымына тығылды. Жұтқыншағы жұдырықтай болып томпайып кетті. Ендеше шәкірттерден сұрап көрейік, не нәрсеге де жауабы бар білгір адам болған жақсы ма, әлде сұрақтан басқа түгі жоқ, ойы шашырап басы қатып жүретін біреу болған жақсы ма? Екеуінің қайсы тәуір? Достарымның бәрі Ясин шайхы жақ болды, алайда көбі шын көңілден емес, ұстаздың ілтипатына бөленсем деп сөзін сөйлегенін ішім біліп тұр. Өзім үндемеуді жөн көрдім. Қашанда жауабым әзір деу ғапылдық белгісі, деді Шәмс иығын қиқаң еткізіп. Содан соң ұстазымызға қарады. Ал жауаптан жаңылмайтын жанмын дейсің, ендеше саған қояр сұрағым бар. Міне сол кезде егесін шиеленісіп бара жатқанын ойлап шындап уайымдайын дедім. Алайда мына жайттың жолын кесер еш амал жоқтың. Анда бір барып, мында бір барып мен жайлы әңгіме айтасың, шайтанның құлы дейсің. Ендеше саған сұрағым айтшы, осы шайтан деген не, деп сұрады Шәмс. Сұраған екенсің, әрине айтамын, деді жауап беру мүмкіндігін уысынан шығарғысы келмеген Ясин шайхы. Ыбырайым пайғамбар ұрпағынан жеткен діндердің ең соңғысы һәм ең кәмілі ислам дініміз Адам ата мен Хауа ана шайтанның кесірінен пейіштен қуылған дейді. Атамыз Іблістің арбауына түскен ұрпақпыз ғой, сондықтан бізге де ылайым сақ жүрмек керек. Өйткені шайтан қай тұстан шығарын ешкім білмейді. Бірде құмар ойынға қызықтырған ойыншы болып, енді бірде сұлу әйел кейпіне кіріп азғырады. Шайтан кейде адам ойына кіріп шықпаған кейіпке де енеді, ондай да болған. Мәселен, кезбе дәруш болып алдымыздан шығуы мүмкін. Шәмс те осы сөзді күткендей жымиды. Нені меңзеп тұрғаның белгілі, әйткенмен мынауың тым оңай шаруа. Шайтанды үнемі сырттан, өзге жұрттан іздеу деген жақсы ғой, солай емес пе? Не дегің келіп тұр, деді Ясин шайхы кібіртіктеп.
Өзің айтқандай шайтан айлакер күшті болса, үнемі аяғымыздан шалар сәтті тосып жүретін болса, мына біз, адамдар қылған қатемізге өзімізді кінәлап қайтеміз? Қайырлы істің бәрі Алладан, пәлекет келсе шайтаннан деп жүре бермейміз бе? Бұлай жалғасса, өзімізден есеп алып жақсыға өзгертуге еш себеп қалмайды. Неткен рахат мынауың. Шәміс арлы-берлі жүріп сөйлеген сайын даусы қаттырақ шықты. Алайда бір сәт сыртымызда аңдып тұрған, бізге бағынбайтын қу шайтан жоқ деп ойлайықшы. Тура жолдан тайдыратын жындар да жоқ делік. Олай болса, адам жанын түршіктірер әңгіменің бәрі бекер, бізге берер дәрісі жоқ болғаны ма? Бір ақиқатты айтпақ болып шайтан мен тозақты мысал еткен болса ше. Алайда біз ол ақиқатты естен шығарып, кейін жауыр болған сөзді тақылдап айта берсек, соны місе тұтар болсақ ше. Ясин шайхы қолын қусырды. Ол не қылған ақиқат екен? Не қылған ақиқат деймісің? Ендеше тыңда. Адам дегенің өзін жұмаққа да тозаққа да апаратын күрделі мақұлық. Адам ең ардақты мақұлық, ұлыдан асқақ, боқтан бетер. Осының мәнін ұқсақ, шайтанды сырттан емес, ішімізден іздер едік. Бізге керегі өз бойымызды тазалап, өлгенше сонымен күреспек. Өзгенің мінін теріп, әуре болудың қажеті жоқ. Бара ғой, бойыңды тазала, не күнәң барын көріп өтерсің, деді Ясин шайхы кекете сөйлеп. Алайда ғұламалар дүйім жамағатты қадағалап отырмаса болмайды, өз ісімізге қарсы тұра алмаймыз. Олай болса рұқсат етіңдер, бір хикая айтып берейін, деді Шәміс. Бұл сөзін әсірелеп айтқаны сондай, не мазақ еткенін, не шын көңілден рұқсат сұрағанын білмей қалдық. Сонда айтқан хикаясы мынау еді. 4 саудагер бос мешітте намаз оқып отыр екен дейді. Сол кезде азаншы кіріп келеді. Әдепкі саудагер дұғасын жарым-жартылай қалдырып, азаншы мырза, азан оқылды ма, әлде әлі уақытымыз бар ма деп сұрапты. Екінші саудагер намазын тоқтатып, жолдасына қарап, намазыңды жарым-жартылай қалдырдың ғой, неге сөйлейсің? Енді намазың зая кетті, тұр да басынан баста депті. Мұны естіген үшінші саудагер сөзге араласып, ой ақымақ, оны неге сөгіп отырсың? Өз намазыңа қарамайсың ба? Қарашы, сенікі де зая кетті депті. Төртінші саудагер шыдай алмай, мына ақымақтарды қарашы, үшеуі де намазын зая қылды. Аллам саған мың шүкір, жолымнан жаңылтпадың, намазымды бөлмедім деп күбірлепті. Хикаясын тәмамдаған соң Шәміс сыныптағы шәкірттерге қарады да, ал сендер не дейсіңдер? Осы 4 саудагердің арасында намазы босқа кеткені бар ма, болса қайсы зая қылды? Біраз уақыт сыныпта күбір-күбір әңгіме көбейді. Кей оқушылар ойға шомып кетсе, басқалары бір жерге үймелеп алып жауабын талқылап жатыр. Ақыр аяғында арт жақтан біреу, екінші, үшінші, төртінші саудагердің намазы қабыл болмайды, бәрі қайта оқуы керек. Тек бірінші саудагердің ғана айыбы жоқ, өйткені азаншыдан жөн сұрады ғой, деді. Аршат шыдай алмай орнынан тұрды. Бірақ ол да намазын бұзбау керек еді. Меніңше төртінші саудагерден басқасы қате қылды. Ол өзімен өзі сөйлесіп отыр ғой. Көзімді тайдырып төмен қарадым. Екі жауапқа да қарсымын, алайда жұмған аузымды ашпаймын деп шештім. Мына жердегілер менің ойымды естісе тырысып жақтырмай қалары анық. Осыны ойлап отырғаным сол еді. Шәмси Тебризи кілт тоқтады да маған қарап, ал сен, жас жігіт, не ойың бар, деді. Жұтындым. Саудагерлердің бір айыбы болса намазын үзіп сөйлегені емес, дедім. Бұлардың бар кінәсі әркім өз ісімен айналысып, шын жүрегімен дұға қылғанына көңіл бөлмек орнына, жанындағылардың ісіне назар аударып, намазына бейжай қарағаны. Алайда қазір төртеуін жазғырар болсақ, біз де солардың қатесін қайталаймыз. Ясин шайхы шыдамай сөзімді бөлді. Не деп тұрсың? 4 саудагердің қатесі ортақ деймін. Бір жағынан олардың ешқайсысын айыпты дей алмаймын. Өйткені үкім айту менің шаруам емес. Қай дұғаның қабыл болғанын қайдан білейін? Мен тек өз шаруамды білемін. Нәпсімді тыйып жүрегімді таза ұстаймын. Тебризік Шәміс маған бір адым жақындады. Сол кездегі көзіндегі мейірім мен шапағатты өле-өлгенше ұмытпаспын. Құдды әке-шешемнің ақ батасын алып төбем көкке жеткен баладай күйге түстім. Атың кім деп сұрады. Құсамеддин мырзам, дедім. Осы кезде Шәміс сыныптағыларға қарап, достарың Құсамеддиннің жүрегінде сырлы күш бар, өзі білмеуі де мүмкін, алайда болар бала боғынан, деді. Мұны естігенде бетім ду ете қалды. Енді Ясин шайхының бір ұрысын естіп аламын, сосын сыныптағылар мені үнемі кекетіп мұқататын болады. Алайда бұл уайым басыма қалай келді, солай кетті. Бойымды тіктедім, Шәміске қарап жымидым. Ол да жымиып көзін қысты. Зор айбынды үнімен сөйлей жөнелді. Сопы өзге жұртқа үкім айтып сынағанша өз бойымды түзейін дейді. Ал дінкеш біреудің қатесін беске білемін дейді. Алайда мынаны еш ұмытпағын. Көбіне жұрттың қатесін жіпке түсіп отырған адамның өзі қате жолда. Ұсақ түйекке мән беремін деп бүтінді жоғалтып алады.
әр ағашқа үңіліп жүріп орманды көрмейді. Ұсақ түйек пе деп Ясин шайхы сөзге араласты. Ғұламаның ісі сол, өзге жұрт не істеп не қойып жатқанына көз жұмып жүре алмайды. Бұхара халық бізден көкейіндегіге пәтуа күтеді. Мұрным қанаса, дәретім бұзыла ма екен, сапарға шығып жолда бұзған оразамды кейін өтеуім керек пе деп кете береді. Осылар жауапсыз қала ма енді? Бұл сұрақтың қай-қайсына да Шафиғи бір бөлек, Ханафи басқа, Ханбали, Малики басқа жауап береді. Дінбасылар болмаса адамдар теріс жолға түседі. Шәмс иығын қиқан еткізді де, кемел жандар Құран аяттарынан басқаша ләззат алар, оларға ғұламалардың нұсқауы керек емес, деді. Ясин шайхыны долы ашу қысты, тіпті бір көзі тарта бастады. Нұсқауымыз еріккеннің ермегі емес, мырза, парыз, деді. Шариғат әр мұсылман тал бесіктен жер бесікке дейін орындауға тиіс низам жинағы. Шариғат ақиқат теңізінде жүзетін кеме, ғашықтар ерте ме кеш пе кемені тастап мұхитқа сүңгиді деп жауап берді Шәмс. Ясин шайхы көзін сығырайтып, кер жұртпаға жемтік болғыр, деді мұрнын шүйіріп. Шайхыдан безгенге шайтан шайхы болар, тура жолдан тайғанның жетіскенін көрген жоқпын. Ясин шайхыға қосылып бірер оқушы күлді. Қалғанымыз тым-тырыс. Дәріс аяқталып қалған еді. Егес соңында екеуі қол алысып төс қағыстырмасын әу бастақ білгенмін. Шәмс те көкейімдегіні сезген сияқты даусы сондай мұңды шықты. Осы уақытқа дейін жүздеген шайхы көрдім, деді. Көбі сондай ізгі, алайда арасында соқиттары да бар. Оның үстіне дәл солардың исламнан зәредей де хабары жоқ. Аллаға шын ғашықтың табанына жұққан шаңды қазіргінің шайхысына айырбастамас едім. Олардан гөрі сайқ-мазақ болған артық. Тым болмағанда олар жұрт алдына шыққандағы тірлігі ойын екенін әу бастан мойындайды ғой. Мына айтқаны шынымен Ясин шайхының шамына тиді. Қаны басына шапшыған ол. Осы оттағаның жетер, уыңды әбден шаштың, біз де тыңдадық, қане кет енді мына жерден, деді. Уайымдама, кетемін, деді Шәмс ойнақы сөйлеп. Содан соң бізге қарады. Бүгін көрген мына егес Мұхаммед Хазіреті оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын заманнан қалған ескі көзқарас пен тәсіл қарсылығы асылында. Алайда мұндай айтыс жалғыз ислам тарихында болмаған. Ыбырайым ұрпақтарынан жеткен дін біткеннің бәрінде бар. Бұл ғұлама мен сопылардың ақыл мен жүректің, қағида мен махаббаттың айтысы, шешім сізден. Ауыр-ауыр сөзімді санасына сіңіріп алсын дегендей Шәмс бір сәт кідірді. Маған қарап тұрғанын сездім. Құдды екеуміз үнсіз сырласып тұрғандаймыз. Содан әрі қарай сөзін жалғады. Жеме-жемге келгенде ұстаздарың да мен де шамамыз жеткенді ғана білеміз. Екеуміз де мойнымызға артылған міндетті атқарып жүрміз. Бұл да мен де көр шығармыз. Қарағанның көр болғаны күн нұрына көлеңке түсірмейді ғой, маңыздысы да осы. Сондай-ақ адамдар арасындағы айтыс Аллаға зәредей де әсер етпейді. Шәмси Тебризи сөзін тәмамдап, оң қолын жүрек тұсына қойып, бәрімізге тіпті бір бұрышта үнсіз тұрған Ясин шайхыға да иілді. Есікті ашып шығып кетті. Сынып тым-тырыс. Аршап түрткілегенде барып есімді жидым. Не болды оу, байқаймын қатты әсер еткен сияқты ғой, деді мысқылдап. Демек жүрегіңде сырлы күш болғаны ғой. Жауап қатудың керегі жоқ деп санадым. Үндеген жоқпын. Өзгелерін қайдам, әйтеуір өзім бүгін Тебриздік Шәмсті көргеніме қуандым.